армысыздар. Даму бала деген үйірмелер несі шығыпты, баяғы арт спорт инсу даму балаға ауысып кетіпті. Соған ауысыңдар деп үйдің жанында орталыққа берген ғой қызымды арт спортпен. Ойбай, енді соған ауысыңдар, ИЦП керек, қайтадан құжаттарын жинайсыңдар деп. Ал 5 сағат жүрдім. Көршілерден сұрадым, кімде ноутбук, кімде Wi-Fi бар, өйткені мен мегабайтпен отырмын. Цонға баруым керек айтсам, жоқ, әйтеуір көршіме рахмет. Не қылып берді, рұқсат берді, отырып жасай берді. Анаған күнделікті жасап жүрген программист, айтишник болса, оны қойш 5 секунд деп түсінеді. Мен мысалға үйде отырған, қарайып қалған, жарты жыл жұмыс істеп жатқан жоқпын компьютерде. Масқара, қатты ми ашу болды. Одан сұрайын десең, ешкім білмейді. ИЦП қалай ашу үшін үйде YouTube каналда бар екен, қыздар жігіттер видео салған екен, рахмет оларға. Ал даму KZ деген бар екен, ішіне кіреткенсіз, ана жерге сертификация деп тұрады екен, баланы өкілі болып тіркелу үшін. Оған ИЦП кілтті қосады екенсіз. Қазір не үшін бұл видео түсіріп тұрмын? Сол 3 сағат отырмадан түсінбей. ИЦП-де екі мынандай не болады екен, екі жолақ. АХЛ, РТХ ма бірдеңе деген. Бірінші жолағында РТХЛ дегенді парольді ұмытқамаңыз, жазып қойыңыз. Соны кіргізесіздерді, содан кейін ішіне иін бәрін толтырасыз қой, кәдімгідей соқырға таяқ ұстатқандай. Бірақ бірінші рет болғаннан кейін кішкене адасасыз ана жерде. Кішкене тоқисыз. Сөйтіп ішіне кіріп болғаннан кейін, менде қазір енді болмай тұр да, ол енді менде жоқ қой. Сол бая қол қысқа. Сонымен есімде қалғаны ғой, телефоныма жазып алдым. Телефонмен істеуге болады, бірақ ИЦП керек та, сол үшін ноутбукке бірінші істер екен. Енді қазір 500 мың теңгеден ақша жасайды енді онында. Бірақ негізі администраторлар жасап беру керек, негізі оны. Бірақ енді үйде отырып та жасауға болады екен. Бірақ енді мен сияқты 5 сағат отырасыз. Содан кейін екінші баланы тіркеу дегенге ана жерде тұрады, балаңызды тіркейсіз, суретін, метрикасын бәрін ана жерге толтырасыз, туған жылын, иін. И сол кезде екінші анау астындағы РХ дегеннің астында, АХТ деген астында РХ бірдеме, соны қосады екен. Соны 3 сағат басым істемей, анадан сұраймын, ешкім білмейді. Ең соңында бөліме хабарласып, сол айтады, ИЦП-ні мен сұрамайсың, мен өттім содан деп. Сонымен баламды тіркедім. Енді секцияның несін, бос орындарын енді күтуім керек.